Декреттік демалысым қалай өтіп жатыр? Қазір маған 8 ай болды. Осылай жолдасымды жұмысқа, қыздарымды садикке шығарып тастағаннан кейін ең бірінші спальный бөлмеден жинап бастаймын. Осылай жабуларын жауып, спальныйдің үстін полностью жинап аламын, жастықтарын қойып, айнаның алдында тоже тазалап кетемін. Маған личный артық заттар тұрған ұнамайды, сол себепті полный тазалап шығамын бір бөлмені. Спальный комнатаны тазалап, есігін жауып шыққаннан кейін кухняға қарай өтемін. Бұл жақта түнімен жолдасым кейде тамақ ішеді, қыздарым тұрып печенье жейді, осылай шашып кетеді столдың үстін. Бірінші столдың үстін тазалап, жинап, кухнямды да тазалап қоямын. Сосын залтамға барып, залтамдағы көрпелерді жинауға кірісемін. Кейде біз осы жаққа жатамыз, кейде спальныйге жатамыз. В общем, екі жақта, екі бөлме болғаннан кейін жүре береміз екі жақтап. Осылай көрпелердің барлығын жинап, диванның үстін жинастырып қойдым. Мынандай қонжық бар екен. Енді маған алдағы уақытта сумка в роддом жинау керек. Менімен бірге болыңыздар, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осы сумка в роддомды давайте бірге жинайық.